Қайырлы кеш ағайын, қалайсыздар? Бүгін сіздермен әңгіме кучинский балапандардың салмақтары бойынша. Менікі құдай қаласа 5 май күні бір ай болады балапаныма. Міне, мен жаңа тарттым. Менде кішкентайлары 218 грамм болды. Үлкендері 320 граммға дейін барған. Бұл негізі бір айлық жаңағыдай нормасы 247-245 ең кішкентайы сондай болу керек екен. Салмақ грамм. Бір айында. 2 айында ең кішкентайының өзі 720 грамм болу керек екен. 2 айында 720 граммнан басталу керек. Бір айында ең кішкентайының өзі 245-247 грамм болу керек. Менікі ең кішкентай 218 грамм болды. Менікі бірақ бір ай болған жоқ. 5 күні бір ай болады менікі. Алды 350 граммға дейін барды. Менің балапандарым. Бұндай негізі маған жазғандарда бір салмақ жинамай жатыр деп. Оның бірінші себептері жаңағыдай старттың берілмеуі, құнарлы жемнің да. Бұлар қазір 3 айға дейін негізі жақсылап салмақ жинайтын уақыттар олардың. Сол үшін постоянно айтамын сіздерге, бір ай бойы старт беріңіздер деп. Мен де стартты жақсы бердім. Алдын 23 күнге дейін ба, 22 күнге дейін ба. Менде 65 килограммдай жеді ғой старт. Содан кейін мен не әкелдім? Рост алдын сіздерге көрсеткен болатынмын. Жамбылский рост әкелгем. Жақсы гранулалы ше. Мынау тоқ қылады балапанды. Міне қайта-қайтандай. Жемді де сала бермейсіздер ұнаған. Міне. Құрамында салмақ жинауға арналған бүкіл нәрсесі бар, құрамында витаминдер. Және мен балапанды бір айдан асқан кезде барып далаға жіберейін деп отырмын сыртқа. Жерге қарай. Оған дейін жібермеймін. Әлі бізде Шымкентте салқынырақ болады түнде. Мен керамический лампаны қосып атырмын түнде. Балапандарға жылы болу үшін. Міне жемдерін қазір 4 мезгілге ауыстырдым мынау. Рост бергелбеді. Дұрыс болып қалып. 4 мезгіл жем берем. Сол менен нормально болып отыр негізі. Тағы айтатын не бар? Көкшөп бермеймін әзірге. Көкшөп ауыр болады балапандарға. Бұлар жеуін жей береді. Бірақ ауырып қалады. Ол көтере алмай қалады көкшөпті. Көкшөпті сол бір айдан 1,5 айында бастап беру керек. Оған дейін көкшөп бермеңіздер. Ерте әлі бұларға. Міне балапандар Аллаға шүкір жайлап өсіп жатыр. Bir қалыпты жаймеңдеп. Осы инкубаторда жұмыртқалар жақсы. Құдай қаласа 10 майдан бастап уже шығу керек. Инкубатордағы балапандар. Ол да шығып қалады жайлап. Міне ағайын, соны айта кетейін дедім сіздерге. Салмақтар бойынша балапан, именно кучинский порода бойынша айтып отырмын сіздерге. Тек қана порода асырауға көшіңіздер. Ломан Браун, Ломан Хайсекс Браун, Ломан Вайт дегеннің барлығы олар одноразовый тауықтар. Олардан ұрпақ қалмайды. Кучинскийді не мақтай бересің маған дейді. Кучинскийді мақтайтын себебім, Кучинский Toyota деген машина сияқты ғой. Toyota негізі халықтың сеніміне ие болған көп қой, жаңағыдай көп бұзыла бермейді сондай да. Бұл да Кучинский тура сол Toyota Camry сияқты. Toyota машина сияқты да. Ауруға төзімді, сондай бір жақсы тауық. Сол үшін мен сіздерге кеңес беремін. Тек қана породаға көшіңіздер. Осы шаруашылықтарыңыз дами берсін. Осы видеоның астына
бізде телеграм канал ашқанбыз. Сол телеграм каналға қосыла аласыздар, сілтемені басып. Видеоның астында описание деген бар, соған бассаңыздар телеграм каналының сілтемесі болады, соған басып кіре аласыздар. Ал сәттілік барлықтарыңызға, дамыңыздар, өсіңіздер.